Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі кезекті дәрісіміздің тақырыбы Қазақстан Республикасы парламенті депутатының конституциялық құқықтық мәртебесі. Бұл дәрісте біз парламент депутаттарының өкілді органдағы орны мен рөлін қарастырамыз. Депутаттың конституциялық мәртебесі оның құқықтары мен міндеттерін, қызметтік өкілеттіктерін, сондай-ақ жауапкершілігі мен қызметіне қойылатын шектеулерді қамтиды. Дәріс барысында парламент депутатының мемлекеттегі заң шығарушы билікті жүзеге асырудағы маңызы, халық алдындағы жауапкершілігі және демократиялық қоғамды дамытудағы орны түсіндіріледі. Дәрістің мақсаты Қазақстан Республикасы парламенті депутатының конституциялық құқықтық мәртебесін ашып көрсету, оның өкілеттіктерін, құқықтары мен міндеттерін талдау арқылы студенттердің өкілді билік институты туралы білімін қалыптастыру. Дәрістің міндеті депутат ұғымын түсіндіру, парламент депутаттарының құқықтық жағдайын сипаттау, олардың қызметіндегі жауапкершілік пен шектеулерді айқындау. Өзектілігі қазіргі таңда парламент депутаттарының кәсіби қызметі мемлекеттің заң шығару жүйесінің тиімділігін арттыруда маңызды рөл атқарады. Депутат мәртебесін зерделеу халық пен мемлекет арасындағы демократиялық байланысты нығайтуға бағытталған саяси, құқықтық білімді тереңдетеді. Дәріс жоспары. Бірінші сұрақ. Қазақстан Республикасы парламенті депутатының конституциялық құқықтық мәртебесінің мазмұны. Екінші сұрақ. Парламент депутаттарының құқықтары мен міндеттері. Үшінші сұрақ. Депутаттық әдеп пен жауапкершілік институты. Дәрістің бірінші сұрағы. Қазақстан Республикасы парламенті депутатының конституциялық құқықтық мәртебесінің мазмұны. Алдымен депутат терминіне жалпы құқықтық түсінік берейік. Депутат латын тілінен депутатус аударғанда сеніп тапсыру, өкіл ету сөзінің мағынасын береді, яғни халықтың еркі мен мүддесін білдіру үшін өкілеттікке ие болған сайланбалы тұлға. Ол белгілі бір сайлау округінің немесе жалпы халықтың атынан мемлекеттік өкілді органда қызмет атқарады. Депутат ұғымының негізгі белгілеріне мыналар жатады. Бірінші. Өкілдік сипаты депутат халықтың атынан сөйлеуге және шешім қабылдауға құқылы. Екінші. Сайланбалылығы депутат белгілі бір тәртіппен жалпыға бірдей сайлау немесе жанама сайлау арқылы сайланады. Үшінші. Мерзімділігі депутат белгілі бір уақыт аралығына өкілеттік мерзімі сайланады. Төртінші. Құқықтары мен міндеттері бар заң шығару процесіне қатысу, сауал жолдау, халық мүддесін қорғау сияқты құқықтармен қатар заңдылықты сақтау, әдеп нормаларын ұстану міндеттері жүктеледі. Бесінші. Жауапкершілігі депутат заңды бұзған жағдайда өкілеттігінен айырылуы мүмкін. Сонымен бірге депутаттық әдеп нормаларын сақтауы тиіс. Қазақстан Республикасында парламент депутаттары халықтың өкілдері. Олар Сенат пен Мәжілістің құрамына кіреді және Конституцияда көзделген өкілеттіктерді жүзеге асырады. Қазақстан Республикасының парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы Конституциялық заңның 6-шы бабына сәйкес, парламент депутатына арнайы үлгідегі куәлік пен төсбелгі беріледі. Парламент депутатының төсбелгісі, куәлігі және мандаты оның конституциялық құқықтық мәртебесінің ажырамас бөлігі. Бұл куәлік пен төсбелгі оның ресми өкілеттігін растайтын құжат. Депутат куәлігінің үлгісін парламенттің әр палатасының орталық сайлау комиссиясымен келісілген қаулысымен бекітеді. Төсбелгісі депутаттың лауазымдық мәртебесін айқындайтын және қызметтік міндеттерін орындауда пайдаланылатын ерекше нышан. Депутаттық мандат Қазақстан Республикасының Конституциясының 52-ші бабы бойынша депутат мандаты депутаттың өкілеттігін ресми түрде растайтын құқықтық ұғым. Мандат депутаттың өз сайлаушыларының атынан өкілдік ету құқығы. Депутаттық мандат императивті емес, яғни депутат белгілі бір сайлаушылар тобының ғана емес, бүкіл халықтың мүддесін білдіреді. Конституцияның 52-ші бабының 2-ші тармағында парламент депутаттары Қазақстан халқының өкілдері деп нақты жазылған. Бұл дегеніміз депутат өз қызметінде тек өзінің сайлаушыларын ғана емес, бүкіл елдің мүддесін қорғауға міндетті. Қорытындылай келгенде, куәлік пен төсбелгі депутаттың жеке тұлғасын және мәртебесін ресми айқындайтын құралдар. Мандат оның өкілеттігін заңды түрде бекітетін, халық атынан билікке қатысу құқығын білдіретін негізгі институт. Қазақстан Республикасы Конституциясының 52-ші мен 63-ші баптары аралығында
парламент пен оның депутаттарының құқықтық жағдайы бекітілген. Депутат халықтың сенім білдірген өкілі, әрі парламент қызметінің негізгі қатысушысы. Оның мәртебесі 3 элементтен тұрады. Бірінші элемент. Сайлану тәртібі мен өкілеттік мерзімі, мәжіліс пен сенат депутаттарының сайлану ерекшеліктері. Мәжіліс депутаттары тікелей сайланады. Өкілеттігі 5 жыл. Сенат депутаттары жанама сайлау арқылы. Өкілеттігі 6 жыл. Екінші элемент. Құқықтары мен міндеттері Конституцияның 52-ші бабы. Үшінші элемент. Депутаттық әдеп пен жауапкершілік. Депутат өз сайлаушыларының алдында жауапты. Конституция мен заңдарды сақтауға міндетті. Егер депутат заң бұзса, немесе әдеп нормаларын өрескел бұзса, оның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Дәрістің екінші сұрағы. Парламент депутаттарының құқықтары мен міндеттері. Қазақстан Республикасы парламенті депутатының құқықтары мен міндеттері оның конституциялық құқықтық мәртебесінің өзегін құрайды. Бұл нормалар Қазақстан Республикасының Конституциясында және Қазақстан Республикасының парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы 1995 жылғы 16 қазандағы конституциялық заңда бекітілген. Конституцияның 61 бабы және Конституциялық заңның 20 бабы бойынша парламент депутаттарының мынандай құқықтары бар. Заң шығару бастамасы құқығына ие, яғни жаңа заң жобасын ұсынуға немесе қолданыстағы заңдарға өзгерістер енгізуді бастауға құқылы. Парламент палаталары мен оның органдарының жұмысына қатысуға. Үкімет пен басқа мемлекеттік органдарға депутаттық сауал жолдауға. Мемлекеттік органдардан, ұйымдардан қажетті ақпарат алуға. Сайлаушылармен кездесулер өткізіп, олардың ұсыныстарын парламентке жеткізуге. Парламенттің жалпы отырыстарында және тұрақты комитеттерде өз пікірін еркін білдіруге, палата төрағасына, үкіметке және өзге де мемлекеттік органдарға ресми сұрақтар қоюға құқылы. Сонымен қатар, депутат сөз сөйлеу және дауыс беру құқығына ие. Конституцияның 52-ші бабының 5-ші тармағына сәйкес, әр депутат жеке өзі дауыс береді, басқаға өзінің дауысын беруге құқығы жоқ. Конституцияның 52-ші бабы және Конституциялық заңның 21-ші бабы бойынша депутаттар келесі міндеттерді орындайды. Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңдарын сақтау. Депутат ретінде өздеріне жүктелген өкілеттіктерді адал орындау. Парламент пен оның органдарының жұмысына қатысу, отырыстарға себепсіз қатыспауға жол бермеу. Мемлекет пен қоғам мүдделерін қорғау. Өз сайлаушыларының ұсыныстары мен өтініштерін қарау. Мемлекеттік және қызметтік құпияларды сақтау. Қазақстан Республикасының бірлігі мен тәуелсіздігін нығайтуға ықпал ету. Міндеттердің ішінде ерекше атап өтер жайт сайлаушылар алдындағы жауапкершілік. Конституцияның 52-ші бабының 4-ші тармағында депутат өз сайлаушыларымен тұрақты байланыста болуы, олардың пікірін ескеріп отыруы тиіс екендігі көрсетілген. Депутаттардың құқықтары мен міндеттері олардың қызметінің тиімділігін қамтамасыз етеді. Құқықтары заң шығару үдерісіне белсенді қатысуға, халықтың пікірін білдіруге мүмкіндік берсе, міндеттері депутаттың жауапкершілігін күшейтіп, Конституция мен заң талаптарын орындауға бағытталған. Осылайша, депутат мәртебесі мемлекет пен халық арасындағы сенімді байланыстырушы көпір рөлін атқарады. Қазақстан Республикасы парламенті депутатының мәртебесі оның құқықтары мен міндеттерімен қатар, белгілі бір әдеп нормаларын сақтауды және заңда көзделген жауапкершілікті мойнына алуды да қамтиды. Депутат өз қызметін жүзеге асыру барысында Конституция мен заңдарды сақтауға, жалпы қоғамға, сайлаушыларға және мемлекеттік билікке лайықты үлгі көрсетуге міндетті. Осы тұрғыдан алғанда, депутаттық әдеп нормаларын сақтау ерекше маңызға ие. Депутаттық әдеп дегеніміз депутаттың қызметтік мінез, құлқын реттейтін, оның беделін, абыройын және парламент институтының мәртебесін қорғауға бағытталған ережелер жиынтығы. Мәселен, депутат өз қызметін адал, әділ, халықтың сенімін ақтайтындай деңгейде атқаруы, қоғамдық пікірге құрметпен қарауы, саяси мәдениетті сақтауы тиіс. Қазақстан Республикасының парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы Конституциялық 2007 жылғы заңында депутаттың қызметіне байланысты әдеп нормаларының негіздері бекітілген.
Депутаттық әдеп халық қалаулысының өз қызметінде ұстануға тиіс мінез, құлық нормаларының жиынтығы. Бұл ережелер депутаттың беделін, халық алдындағы жауапкершілігін және парламенттің жұмыс тиімділігін қамтамасыз етуге бағытталған. Конституцияның 52-ші бабының 3-ші тармағына сәйкес, депутаттар бүкіл халықтың мүддесін білдіруге міндетті. Сондықтан, олардың сөздері мен іс-әрекеті қоғамдық сенімге сай болуы тиіс. Депутат парламент отырыстарында әдеп сақтауы, әріптестеріне құрметпен қарауы, саяси мәдениет танытуы қажет. Парламентте арнайы депутаттық әдеп жөніндегі комиссиялар жұмыс істейді. Олар депутаттардың әдеп нормаларын бұзған жағдайларын қарайды. Осылайша, депутаттық әдеп пен жауапкершілік институты халық қалаулыларының қызметін құқықтық әрі моральдық тұрғыдан реттеп, олардың мәртебесіне сәйкес келетін мінез, құлық үлгісін қамтамасыз етеді. Бұл институт парламенттің беделін арттырып, халықтың өкілдік билікке деген сенімін нығайтуға бағытталған. Депутат өз өкілеттігін жүзеге асыру барысында заңға қайшы әрекеттерге жол бермеуі тиіс. Конституцияның 52-ші бабының 4-ші тармағына сәйкес, депутаттар жалпы тәртіптік, әкімшілік және қылмыстық жауапкершіліктен босатылмайды. Дегенмен, депутаттық иммунитет бар. Депутатты оның қызметтік міндеттерін орындау кезінде айтқан ой, пікірі мен дауыс беру нәтижесі үшін қылмыстық немесе әкімшілік жауапқа тартуға болмайды. Бұл ереже депутаттың еркін сөз сөйлеуін қамтамасыз етеді. Депутатты қылмыс үстінде ұсталған жағдайдан басқа кезде парламенттің келісімінсіз қамауға алуға немесе қылмыстық жауапқа тартуға жол берілмейді. Бұл нормалар Конституцияның 52-ші бабының 5-ші тармағында бекітілген. Депутаттық әдеп пен жауапкершілік өкілді билік тармағының беделін арттыратын, халықтың сенімін нығайтатын маңызды институт. Әдеп нормаларын сақтау арқылы депутат өзінің ғана емес, бүкіл парламенттің саяси мәдениет деңгейін көрсетеді. Ал заң алдындағы жауапкершілік биліктің ашықтығын және құқық үстемдігін қамтамасыз етеді. Әдеп нормаларын сақтау арқылы депутат өзінің де, бүкіл парламенттің де саяси мәдениет деңгейін көрсетеді. Бұл нормалар депутатқа жеке басының пікірін білдіру барысында ұстамдылық танытып, оппоненттеріне құрметпен қарауға, мемлекеттік құпияны сақтауға, сондай ақ сайлаушылардың сенімін ақтайтын адалдық пен әділдік қағидаттарына сүйенуге міндеттейді. Мұндай ұстанымдар тек моральдық талаптар ғана емес, сонымен қатар құқықтық тұрғыдан бекітілген міндеттер болып табылады. Ал заң алдындағы жауапкершілік биліктің ашықтығын және құқық үстемдігін қамтамасыз ететін маңызды құрал болып саналады. Егер депутат өз өкілеттігін теріс пайдаланса, әдеп талаптарын өрескел бұзса, немесе заңға қайшы әрекеттерге барса, Конституция мен Қазақстан Республикасының парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы конституциялық заңға сәйкес түрлі жауапкершілік шаралары қолданылады. Бұған ескерту жасау, парламенттік тәртіптік шаралар, тіпті депутаттық өкілеттікті мерзімінен бұрын тоқтату да кіруі мүмкін. Қорытындылай келе, Қазақстан Республикасы парламенті депутатының конституциялық, құқықтық мәртебесі өкілді биліктің тиімді жұмыс істеуінің және халықтың еркін білдіруінің басты алғы шарты болып табылады. Депутаттар заң шығару қызметін жүзеге асыра отырып, елдің саяси, әлеуметтік экономикалық дамуына тікелей ықпал етеді. Олардың құқықтары мен міндеттері Конституция мен парламент және оның депутаттарының мәртебесі туралы конституциялық заңда нақты бекітілген. Сонымен қатар, депутаттық әдеп пен жауапкершілік институты өкілді органның беделін арттырып, қоғамның сенімін нығайтады. Депутат өз өкілеттігін жүзеге асыру барысында заңдылықты, әділдікті, адалдықты сақтауы тиіс. Осылайша, парламент депутатының мәртебесі тек құқықтық қана емес, саяси және моральдық өлшемдермен де сипатталады. Бұл институт демократиялық мемлекеттегі биліктің ашықтығын қамтамасыз етіп, халық пен билік арасындағы сенімді байланысты нығайтады. Осы дәріс сабағында пайдаланылған нормативті, құқықтық құжаттар мен әдебиеттер тізімі, Қазақстан Республикасының Конституциясы. Астана, соңғы 2022 жылғы өзгерістермен. Қазақстан Республикасының парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы. Астана, 1995 жыл. Өзгерістер және толықтыруларымен. Қазақстан Республикасының сайлау туралы конституциялық заңы. Астана,
1995 жыл өзгерістер және толықтыруларымен. Сапарғалиев, Б. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы. Алматы, 7 жарғы, 2013 жыл. Иманбердиев, С. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы. Шымкент, 2018 жыл. Құрметті білім алушылар, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен біздің кезекті дәріс сабағымыз аяқталды. Егер дәріс мазмұны бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, беймарал қойыңыздар. Сіздің сұрағыңыз